Егер логистер сізден ортада көп ақша алып қойып жатса, онда до конца тыңдаңыздар. Неге логистер ортада көп ақша алады? Өйткені олар клиентпен договор жасайды, сізбен договор жасамайды. Және де егер затқа бірдеңке болатын болса, клиент ақшасын төлемей жатса, оған жауапкершілік алмайды. Ал заң жүзінде негізінде логист экспедитор, клиент оған төлемесе де ол сізге, водительге төлеу міндетті. Сондықтан да егер олай төлету үшін заң жүзінде сіз де логистпен договор жасауыңыз керек. Сонда бізде солай жасау арқылы Қазақстандағы логистика да дұрысталады, және ортада экспедитор өзінің алатын суммасын толық көрсетеді. Сол кезде водительдерді требовать ете алады. Сумманың аз болуын немесе бір определенный бір сумма алуын требовать етсе, сонда мысалы клиент қанша төлеп жатыр, экспедитор водительге қанша төлеп жатыр, барлығын көрінеді және барлығы заңды түрде жұмыс жасайды. Сөйтіп біз осы Қазақстандағы логистиканы дұрыстауымыз керек, және ортадағы логисттерді де дұрыс жұмыс жасауын қадағалауымыз керек, жаңағыдай ортада көп ақшаны алып кетпеуіне. Яғни дұрыс ақша тапсын, клиентпен жұмыс жасасын, договор жасап берсін, бірақ олар өздерінің міндеттерін, өз міндеттерін орындау керек.